Қазақстан Республикасының президенті осыған дейін Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар қабылдау жөнінде ұсыныс айтып, жарлыққа қол қойған болатын. Аталған құжат негізінде елімізде 5 маусым республикалық референдум өткізіледі деп жоспарланып отыр. Осыған орай бүгін өңірлік ардагерлер кеңесінің мүшелері бас қосты. Кеңестің кезектен тыс пленумында Конституцияға енгізілетін бірқатар өзгерістер мен қабылданатын жаңа реформаларды талқылап, насихаттау жұмыстарының ретін айтты. Сонымен қатар саяси науқанға дайындықтарын да пысықтады. Бұл референдум біздер не күтеміз? Референдумда болатын бүкіл халықтық референдумға ұсынылған көптеген толықтырулар, Конституцияның көптеген 46 бабының 33 өзгерістеріне, парламенттің жұмысын жетілдіру туралы, оның ішінде жаңағы көптеген Конституцияға енгізілген көптердің ішінде мына мемлекетпенен, мемлекеттік басқару жүйесіменен, халықтың арасында халыққа үніне құлақ асатын мемлекеттің жобасының жолдары, соның тікелей жолдары, және одан да басқа көптеген бізге ұнамды, халқымызға ұнамды көптеген зат қарастырылған екен. Бүгін осы жиналыстың қорытындысымен біздер іс-шаралар жүргізіп, комиссия құрамыз, және барлық аудан, қала ардагерлерінің ұйымдарында осы жұмыстары тікелей жұмысына араласамыз.